Бұл біздің еліміз. Сен де мен сияқты жұмыс істейсің, және өз игілігіңе еңбек етудесің. Мысалы, пицца пісіресің. Адамдар саған ақша төлейді, ал сен олардың талаптарын қанағаттандырасың. Ал түскен табысты өз қажеттіліктеріңе жұмсайсың. Тамақ, үй, машина, отбасы және тағысын сол сияқты. Әр ақшалай транзакциядан жалақыны алу, дүкенде сауда жасау немесе мейрамханада төлем төлеу болсын, ақшамыздың бір бөлігі салық ретінде мемлекеттің қазынасына түседі. Одан әрі қарай ол ақша әр адамның жағдайын жақсартатын ортақ игіліктерге бөлінеді. Тек қана жақсы жағдайларды ғана емес, сонымен бірге сапалы дәрі-дәрмекті ұсынатын медицина. Бізді және біздің болашақ ұрпақтарымызды заманауи әлемге дайындайтын білім, біздің меншікті мүлкімізді және біздің мүддемізді қорғайтын полиция, біздің қамсыз қарттығымызға кепілдік беретін зейнетақы қорлары және көптеген басқа әлеуметтік институттар. Осындай схема бойынша барлығы мінсіз жұмыс істейтін еді, егер де жемқорлық болмағанда. Дәрі-дәрмектің болмауы, сапасы сын көтермейтін жолдар, бизнестерді заңсыз тексеру, сапасыз білім, мансап қуу жолындағы кедергілер, балабақшаларға, жеңілдікпен берілетін тұрғын үйлерге шексіз кезектер, жұмыссыздық және жастардың елден көшуі, мұның барлығы халықтың ортақ ақшасын ұрлау мен жемқорлықтың салдары. Жемқорлық латын тілінен аударғанда ыдырау, іріп шіру дегенді білдіреді. Және біздің елімізде басқа адамдарға жақсылық жасағаннан емес, керісінше адамдарды тонап, сол арқылы жүйені бұзу арқылы байып отырған адамдар бар. Бұған бірнеше мысал келтіре кетейік. 10% тендерден, сонымен шаруа бітті, ол сенікі. Жалғыз рахмет үшін қызметте көтерілмейсің. Қазақпыз ғой, дұрыстап рахмет айтсаң болды. Кассаға бармай-ақ қой, дәптердің астына сала сал. Жемқор жеке басын байыту үшін әдейілеп жағдай жасайды, және бұл жағдайларды кез келген тәсілмен қорғайды. Сізбен бізде емес, жемқорларды қорғайтын тура осындай адамдардың айтуымен заңдар жазылады. Мысалы, параны алуға шенеуніктерді азғыруға тыйым салынған, және тіпті көптеген дәлелдер бола тұра, жемқорлар бостандықта тайраңдап жүр. Бұл деген кейбір лауазымды тұлғалардың жемқорлыққа қызығушылық танытып отырғанын дәлелдейді. Заңдар жемқорларға жауапкершіліктен қашуға мүмкіндік береді. Сол себепті бізге арандатушылықты заңдастырып, жемқорларды анықтауға көмектесетіндерге сыйақы беру керек. Осындай заңдарға ие бола отырып, еліміз жемқорлықты тез әрі тиімді жеңе алар еді. Қазақстандықтар пара туралы хабарлаған үшін 14 миллион теңгеге дейін сыйақы ала алады. Ережеге сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі енді ел азаматтарына тиісті деректер туралы ақпарат берген үшін ақша төлейтін болады. Сыйақы мөлшері пара көлеміне байланысты болады. Қазақстанда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық дерегі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қандай да бір жәрдем көрсеткен адамдарды көтермелеудің жаңа ережелері күшіне енді. Сонымен мемлекетке сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы күресте қалай көмектесуге болады, және сонымен бірге отбасылық бюджетті қалай толықтыруға болады. Бүгінгі бағдарламада осы туралы айтамыз. Осылайша 1000 айлық есептік көрсеткіштен кем емес сома болатын, яғни биыл бұл 3 миллион 450 мың теңге көлеміндегі сыбайлас жемқорлық дерегі туралы хабарлаған қазақстандықтар келесідей сыйақы алады. Әкімшілік істер бойынша 30 айлық есептік көрсеткіш немесе 103.500 теңге. Аса ауыр емес сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық істер бойынша 40 айлық есептік көрсеткіш немесе 138 мың теңге. Ауырлығы орташа жемқорлыққа қатысты қылмыстық істер бойынша 50 айлық есептік көрсеткіш немесе 172.500 теңге. Ауыр сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық істер бойынша 70 айлық есептік көрсеткіш немесе 241.500 теңге. Аса ауыр сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық істер бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш немесе 345 мың теңге сыйақы беріледі. Бірақ бұл ақшаны алу үшін мемлекеттің тиісті шарттары бар. Сонымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдемдесу дегеніміз құқық бұзушылық жасау дерегі туралы хабарлама беру. Сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзушылықты жасаған іздеудегі адамның орналасқан жері туралы ақпаратпен бөлісу, әрі кейіннен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу үшін маңызы бар кез келген басқа да мағлұматтарды беру қажет. Екінші маңызды шарт: көтермелеу төлемдері талап ететін адам ұсынған ақпарат шындыққа сәйкес келген жағдайда немесе ақпарат сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеуге нақты әсер еткен жағдайда және кінәлі адамға қатысты сот қаулысы заңды күшіне енген жағдайда ғана төленеді. Қылмыстық қудалау органының қылмыстық істі тоқтату туралы қаулысын прокурор бекітуі және тиісті қаулы заңды күшіне енуі шарт. Қылмыстық істі тоқтату бірнеше себептерге байланысты болуы мүмкін. Олардың негізгілері: егер күдікті өз кінәсін мойындаса,
тергеуге жәрдемдессе және мемлекетке келтірген залалды өтесе, тиісті шешім қабылданады. Ақша алу үшін қандай құжаттар қажет болады? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдемдескені үшін сыйақы алуға өтініш жазу керек. Оның арнайы үлгісі бар, әрі жеке басын куәландыратын құжат қажет. Бұл ретте құжаттардың түпнұсқасын немесе цифрлық көшірмесінде көрсетуге болады. Әрі тұлғаның ұлттық валютадағы ағымдағы банктік шотының бар екендігі туралы банктен анықтама ұсынылады. Содан кейін бұл өтініш қайда бағытталады? Оны алған орган ынталандыру материалдарын қарайтын комиссияға барлық құжаттарды жібереді. Тағы не білу керек? Жаңа ереже сыбайлас жемқорлық туралы хабарлаушыларды қорғауға кепілдік береді. Мемлекет олармен арнайы келісім жасайды. Оларды сот процесінде қорғауға уәде береді. Сондай-ақ пара туралы хабарлағаннан кейін жұмыс беруші мен еңбек даулары кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілінің қатысуын қоса алғанда ақпарат берушінің еңбек құқықтарын қорғау үшін елеулі кепілдіктер беріледі. Яғни жарқын болашақтың ауылы алыс емес. Бірге біз сыбайлас жемқорлықты және әділетсіздікті қосқанда көптеген мәселелерді шеше аламыз. Егер де сіз жемқорлықпен бетпе-бет келіп қалсаңыз, не істеу керек? Егер сізден пара талап етсе, немесе сондай жағдайға куә болсаңыз, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен байланыс әдісі өзгерген жоқ. Пара туралы мәліметтерді хабарлағысы келетіндер 1424 кол орталығына жүгіне алады. Тура осылайша әрқайсымыз елімізге жемқорлық деген дерттен құтылуға көмектесе аламыз. Осылайша Қазақстанның әр азаматы өз еліне және өз халқына көмектесе алады. Айтпақшы, сен де белсенділердің біреуі, немесе өз қалаңыздың көшбасшысы бола аласың. Немесе жемқорлықпен күресе отырып, сен өзіңнің парасатты және адал адам екеніңді және саған сенуге болатынын көрсетесің. Сенің көмегің өзіңе және сенің болашақ ұрпағыңа қайтып келеді. Біз бірлесіп еліміз үшін жарқын болашақты қалыптастыра аламыз. Ал енді біз жемқорлықпен күресуді қазір бастасақ, біздің еліміздің жай-күйі қандай болатынын көр. Қазақстанның медицинасы қолжетімді және сапалы болып халықаралық деңгейге көтерілді. Біз полиция сияқты айбынды мамандықты құрметтейміз және олар тиісті сәтте көмекке келеді деп сенеміз. Қазақстанның жоғары оқу орындарының дипломдары енді бүкіл әлем бойынша бағаланады және біздің білім беру жүйеміз барлық облыстарда жетекші мамандарды дайындауда. Біздің жастарымыз сапалы білім алу үшін елден кетпейтін болады. Аталар мен апалар өздерінің немерелерін жарқын болашақ күтіп тұрғанын біліп, өз немерелерімен заманауи ауылдарда уақыттарын өткізуде.